Сол түбір сөздер арқылы жаңағы қазақ тілі арқылы зерттеп, сол қазақ тілі арқылы дәлелдеп шықтым. Яғни сонда қазақ тілі көне тілдердің бірі дегенге келеді. Жаңағы осы бірінші бөлімдегі осы жаңағы бірінші бөлімдегі дыбысқа еліктеуден пайда болған сөздерді келтіруінің басты мақсаты бұл маған ақпарат болды. Келешектегі жаңағы жұмысыма жаңағы бұл таза теориялық еңбек болды да, осы таза теориялық еңбекке осы менің ақпаратымды алдыңғы жазылатын дүниелерінің бәріне жаңағы тәсіл ақпарат болып қолдандым bunu. Сол келешектегі бұлайша алғашқы оқыған адамдар ойлайды, бірінші бөлім қалған бөлімдеріне ешқандай сәйкес емес қойды. Негізі қалған бөлімдердің бәрінде осыларға сүйеніп отырып жаздым. Енді екінші бөлімдегі дүниелердің көбі жаңағы жерде бізде көшпелі болды, мәдениет болған жоқ, цивилизация болған жоқ деген әңгіме осы еуроцентристерде жаңағы советтік ғалымдарда көп айтылды. Олар топ кітап жазып осылай келтірді, осыларға қарсы шығу керек болды. Содан жаңағы алғашқы мәдениеттің, енді бұл мен әрине ғалымдардың еңбегін пайдаландым, әсіресе Әлкей Марғұланның еңбегі, басқа да жігіттердің еңбектері бар. Қазақтың топырағында алғашқы мәдениеттің болғандығын, енді менің жаңағы дәлелдеуім бойынша шумерлер, Египетке барғандар негізі ғылым дәлелдейді, бұлардың бәрі келімсек екендігін. Египетке барғандар, шумерлер де, жаңағы басқалар да бәрі де біздің атажұрттан барғандар екендігін, соны алғашқы сөздер арқылы, түбір сөздер арқылы, олардың аттары арқылы, соның қалған сөздер арқылы сол дәлелдеп шықтық жаңағы алғашқы мәдениетті. Енді кейін сол алғашқы мәдениеттің дамыған кезінде, сол жүрген кезде атажұртта іргелес болып жаңағы көшпелілер пайда болады. Бұл көшпелілер қатты дамиды біздің неге байланысты, біздің далаға байланысты, ұлы далаға байланысты көшпелілер ол кезде прогрессивті болды. Сондықтан қатты дамыды. Қатты дамып, жаңағы алғашқы мәдениеттің шыққан кезіндегі қару-жарақты, сол цивилизацияда шыққан жаңағы мәдениеттердің барлығын осы көшпелілер пайдаланып, қару-жараққа, соғысқа пайдаланды да, енді өзімен көршілес отырған жаңағы көшпелі емес орнықты отырғышы жаңағы алғашқы мәдениет адам кісіні жасады. Ақырында атажұрттағы табиғаттың қаталдығы және көшпелілердің мазасын алғандығының арқасында жаңағы алғашқы мәдениеттік адамдары ол жаққа жол жаққа ауып кетті. Одан кейін көшпелілер жаңағы біздің ұлы далаға ие болды. Осыдан барып біздің алғашқы ата бабамыз, алғашқы тегіміз алаш құдіретін жазу, ол алаштан кейін қазақтікін, одан кейін түркілердікін, және Шыңғысханның құдіреттерін жазу осы кітаптың міндеті болады. Енді сол мен жаңағы бірінші бөлім, екінші бөлім бітірдім. Енді алаш құдіретін жаза бастадым. Алаштан кейін қазақтікіні келтіреміз. Қазақтан кейін түркілерден кейін жаңағы Шыңғысханның құдіретін баяндауға кірісеміз. Сөйтіп біздің сәтін салсын. Сөйтіп біздің тарихымыздың ұзын ырғасы, бұлардың барлығы қазіргі Қазақстандағы тарихшылардың, жаңағы евроцентристердің көзқарастарына сәйкес келмейді. Бәрі де жаңаша айтылып бұл, жаңаша. Қазаққа келгенде де қазақтың жаңағы жерде тек қана кейін пайда болған қазақ хандығынан емес, мынау түбірден сол алғашқы алаш жұртынан басталатындығын сол айтамыз. Түркілердің солай, ертеден сол солтүстік жақта алғашқы түркілердің пайда болғандығын, сосын барып оңтүстікке жаңағы шығысқа қарай барғандығын, Еуропаға барғандығын, ал шығысқа құдіретінің өзі өз бетімен пайдалай болмағандығын,
олардың моңғолдардың деп аталарымыз моңғол деген жаңағы этностың өзі солтүстікте болғандығын, одан барып сол шығысқа барғандығын, шығысқа барып құдіреті тасып, ақыр соңында жаңағы бүкіл дүниенің жартысын жаулап алуға құдіреті жеткен деген соны кітапта айтамыз. Ол кітаптың негізгі жоспары болса, алла жазса, Құдай құдіреті нәсіп етсе, аяқтауға тырысамыз. Амин, рахмет. Айтқан ойыңыз мақсатыңызға жетуге жазсын. Осыны әдемілеп келтіресің ғой. Жоқ, осыны енді қағазға түсірем, сіздің жазғаныңыз, енді біраз отырам. Рахмет. Оны мен де алғы сөз жаздым ғой. Онда қазір енді бізде қысқа жады ғой, ұмытып қаламыз. Оқығанымызды, жазғанымызды ұмытып қаламыз. Өйткені ақпарат өте көп. Қайта-қайта миымызды жентектейміз. Жақсы.